саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Екінші кезекте біз Sentinel ғарыштық түсірістерін осы біздің зерттеу аймағымыз арқылы кесеміз және сол бойынша оларды импорттауға байланысты жұмыстар атқарамыз. Бар, мысалы Sentinel 2, EE, Image Collection, EE Image Collection және де осы өзімізге қажетті Sentinel'ді біз тауып алуымыз қажет. Sentinel 2, G, Datasets. Surface reflectance. Енді осы жақта Sentinel 2 ашылғаннан кейін өзімізге қажетті S Copernicus, S2, SR Harmonized атты стринг, яғни мәтіндік ақпараттарды осы Sentinel өзіндік деректерін шақырамыз да осы жаққа қоямыз. Яғни Copernicus, S2, SR Harmonized атты негізгі аты осы жақта көрініс табады. Екінші, мысалы, өзімізге қажетті фильтрларды қолданамыз. Яғни алдыңғы сабақта түсінікті болған, ол фильтр бізде бірнеше кезеңдерден құралады. Яғни мысалы фильтр баунс, яғни бізде фильтр қай аймақпен шектелу керек. Яғни бұл area of interest дейміз. Келесі фильтр. Бұл жақта filter date бойынша. Filter date'та мысалы өзімізге қажетті 2025-тің 06-01, мысалы маусым айын алатын болсақ, 2025 06 31 немесе тамыз аралығын алайық, кішкене көбірек. Және де cloud percent бойынша, бұлттылық бойынша анықтайтын болсақ, filter less than, яғни кіші. Осы жақта бізде cloudy pixel percentage қажет. Оны біз cloudy close percentage, яғни бұл жақта metadataдан қараймыз. Image properties, cloud pixel percentage'ді копировать етіп, осы жаққа қоямыз. Яғни бұл бізде 20%-дан төмен деген аралықтарды қамтитын болады. Яғни осының принтін шығаратын болсақ, яғни print collection size, яғни осы біздің ғарыштық түсірістің негізгі ұзындығын алатын болсақ, pixel size және де S2 size. Және де тез аралықта run'ды басу үшін біз Ctrl-Enter'ді басатын болсақ, run бізде автоматты түрде жүзеге асырылады. Яғни бізде 92 атты оның ұзындығы көрініс тапты. Яғни бұл бізде Sentinel 2 ғарыштық түсірісін зерттеу аймағына қосу туралы негізгі видео.